Қазақ халқының тарихында ел қорғаған, нәзік жанды болса да, жүрегі түкті білектері күшті батыр қыздар аз болмаған. Олардың ерлігі мен қаһармандығы ұрпақтан ұрпаққа үлгі. Тарихымызда есімі алтын әріптермен жазылған, ел есінде қалған 5 батыр қыз туралы мәлімет. 1. Томирис, Тұмар ханым, сақ патшасы. Біздің заманымызға дейінгі ғасырда өмір сүрген, сақ тайпаларын басқарған ұлы патша әрі қолбасшы. Ерлігі, парсы елінің патшасы, жеңілмес деп есептелген Кердің әскерін талқандады. Ол отанды қорғаудың, еркіндіктің және қайсарлықтың символына айналды. Кердің басын қан толтырылған меске салып, аңсағаның қан еді, ішенді деген сөзі тарихта қалды. 2. Бопай ханым, Кенесары ханның қарындасы. 8 ғасырдағы Кенесары Қасымов бастаған ұлт азаттық қозғалыстың ең белсенді тұлғаларының бірі. Ерлігі, Бопай тек ханның қарындасы ғана емес, 600 сарбаздан тұратын ерекше партизандық жасақты басқарған қолшолды. Ол ерлермен бірдей атқа мініп шайқастарға қатысқан, тактикалық тапқырлығымен көзге түскен. 3. Әлия Молдағұлова, Сүрмерген, Мерген. Екінші дүниежүзілік соғыстың батыры, Кеңес одағының батыры атағын алған қазақтың қайсар қызы. Ерлігі, майданға өз еркімен аттанып Мергендер мектебін үздік бітірген. Ресми мәліметтер бойынша Әлия жаудың 70-тен астам сарбазы мен офицерінің көзін жойған. 1944 жылы Псков облысы үшін болған шайқаста командир істен шыққанда, сарбаздарды отан үшін алға деп шабуылға бастап, ерлікпен қаза тапты. 4. Мәншүк Мәметова, қаһарман пулеметші. Екінші дүниежүзілік соғыста өшпес ерлік көрсеткен, Кеңес одағының батыры атағын алған тұңғыш қазақ қызы. Ерлігі, 103-ші атқыштар бригадасының құрамында пулеметші болды. 1943 жылы Невель қаласын қорғау кезінде бүкіл жолдастары қаза тапса да, Мәншүк жалғыз өзі 3 пулеметті кезекпен басып, жаудың жүздеген сарбазын тоқтатты. Өзі ауыр жараланса да, соңғы демі қалғанша пулеметтен от жаудырды. 5. Хиуаз Доспанова, көк аспанның қаһарманы. Екінші дүниежүзілік соғыстың жалғыз қазақ қызы, ұшқышы, халық қаһарманы.